Найзағай. Табиғаттың қызық та әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Иә, ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүр сілкінеді. Мына картаға қараңыз. Жай оты жиі ойнайтын аймақтар сары қызыл түспен белгіленген. Көз ілеспес жылдамдықпен жарқ ете қалатын бұл оттың энергиялық күші 100 000 амперден асып түседі. Жыл сайын ормандар мен қалаларда өрт тұтынуына себепші болуының сыры осыда. Ол тоқ желілерінде істен шығарады. Керек десеңіз жасын адамға да тиеді. Ғалымдардың зерттеу бойынша әрбір 600 000 адамның біреуіне тиюі әбден мүмкін. Мүмкін деген сөздің астын сызып қояйық. Жыл сайын әлемде найзағайдан 3000 адам қайтыс болады. 2007 жылы Оклахома тұрғындары әлемде ең ұзын найзағайдың пайда болғанын көрген. Оның ұзындығы 321 шақырымға дейін жеткен. Ал ең ұзақ найзағай Альпіде тіркелген. Ол 7,172 секундқа созылыпты. Найзағай жарқылы, жоғары разрядты электр қуатымен тең. Ал оның температурасы плюс 30 000 градусқа дейін жетеді. Естіп тұрсың ба, Карл? 30 000 градусқа дейін жетеді екен. Бұл күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Иә, 6 есе жоғары. Айтпақшы, күн күркіреп жатқанда биік талдың жанына барып тұра көрмеңіз. Әйтпесе мынандай жағдайға ұшырауыңыз мүмкін. Найзағай ұзын ағаштарға жиі түседі. Сол себепті ондай талдардың жанына, әсіресе қайын мен еменнің астына тығылмаңыз. Қысқасы, есіңізде сақтаңыз. Теория бойынша найзағай ең биік нүктеге түсуі тиіс. Әлбетте көп жағдайда солай болады. Алайда бұл тек теория жүзінде. Шынына келсек, найзағай оты жер таңдамайтын да сияқты. No, I'm not. Бүгінгі жан-жақты дамыған 21 ғасырдың өзінде ғалымдар найзағайдан 100% қорғанудың жолын таппай келеді. Тіпті найзағай туралы осы күнге дейін толыққанды мәліметте берілген емес. Есесіне ғалымдар жасанды найзағай ойлап тапты. Сол арқылы шымыртқаға найзағай тисе не болады деген сұраққа жауап іздеп эксперимент жүргізген. Өздеріңіз көріп тұрғандай жұмыртқа талқан болды. Ал бұл найзағай табиғи найзағайдан бірнеше есе әлсіз. Жасанды найзағайдың қуаты 3,5 миллион вольт. Ал табиғи найзағайдың қуаты 10 миллион мен 100 миллион вольт аралығында болады. Найзағайдың жылдамдығы тіптен ерекше. Ойлап көріңіз. Қарапайым бейнекамера секундына 30 кадр түсіреді. Ал ғалымдар найзағайды зерттеу үшін секундына 7000 кадр түсіретін камера қолданады. Ол 1 секундты бірнеше минутқа дейін соза алады. Бір қызықты фактыны айта кетейін. Айтарлық, сіз күн ашық, ауа райы керемет жерде жүрсіз. Демек, сізге 100% найзағай тимейді деп айтуға бола ма? Жоқ.
Табиғатта қарапайым найзағайға ұқсамайтын да түрлері бар. Сондай найзағайдың бір түрін ғалымдар көлденеңнен соғатын найзағай дейді. Көлденеңнен соғатын найзағай қарапайым найзағайдан бірнеше есе күшті. Ол күн күркіреген тұстан 40 шақырымнан астам жерге дейін барып түсуі әбден мүмкін. Найзағай табиғаттың тылсым, әрі құпияға толы құбылыстарының бірі екеніне күмәніңіз жоқ шығар. Табиғаттың осы құбылысы жайлы әлі де білгіңіз келсе, лайк басыңыз және арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Егер бұл бейнеролик 5000 лайк жинаса, онда міндетті түрде найзағай туралы тағы бір қызықты ролик жасайтын боламыз. Достар, бүгінге осы. Маған қызға арнасында көріскенше қош сау болыңыздар. Ah!